Сәлем достар. IT Powerlab арнасына қош келдіңдер. Бүгінгі видеода Unity Asset Store не екенін, оны қалай қолдануға болатынын айтып кетеміз. Ал ендеше кеттік. Біріншіден, Asset не екенін түсіндіріп кетейін. Бұл Unity жобасына қосуға болатын кез келген дайын ресурс. Мысалы модельдер, текстуралар, дыбыстар, анимациялар, яғни ойын жасауға қажетті барлық нәрселер. Unity Asset Store бұл Unity'дің ішкі дүкені. Мұнда ойынға қажеттінің бәрін таба аламыз. Онда заттар тегін немесе ақылы болады. Оны ашу оңай. Unity ішінен ашу үшін жоғарғы мәзірден Window Asset Store дегенді таңдаймыз. Ашылғаннан кейін өзіңізге керек затты жазыңыз. Мысалы car. Енді price деген жерден free дегенді таңдаймыз. Өзіңізге ұнаған машинаны таңдаңыз. Add to my assets, сосын accept және open in Unity. Package менеджерге кіргеннен кейін download'ты басамыз. Жазылғаннан кейін import дегенді басамыз. Сосын тағы import дегенді басамыз. Енді шығып Assets деген жерден папканы тауып оған кіреміз. Әрі қарай prefabs, сосын машинаның prefabын сценаға шығарамыз. Енді сіздер Asset Store'дан ассеттерді скачать етіп, оны Unity'ға жүктеп үйрендіңіздер. Осымен видео аяқталды. Видео ұнаса лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше.